күн оқушылар, компьютерлік ғылымдар апталығы аясында Қазақстандағы код сағаты акциясы өтіп жатыр. Осы код сағатына қатысу үшін біз поисковикке Power of Code сайтын жазуымыз керек. Содан кейін Enter батырмасын басқан кезде біздің сайтымыз ашылатын болады. Сайтқа өту арқылы біз тіркеле аламыз. Поисковикке жазамыз Power of Code деп жазамыз. Код сағат дегенді бас, тіркелу. Енді ары қарай өзіңнің данныйларын толтырасың. Өз данный сайт ашылғаннан кейін бізде жаңа терезе пайда болады. Бұл жерде тіркелу, оқу материалдары, телеграм чатына кіру. Біз оқушылар тіркелу үшін тіркелу батырмасын басамыз, одан кейін оқу материалдарға өтеміз. Оқу материалдарға өткен кезде бізде қазақша, орысша, ағылшын тілдерін біреуін таңдаймыз. Біз өзімізге қазақша тілін бағыттап аламыз. Содан кейін час коданы, яғни код сағатын қалай өткізу туралы нұсқаулықты аламыз. Біз компьютермен және интернеті бар ноутбукпен жұмыс жасайтын болғандықтан компьютермен және интернетпен бағытын таңдайтын боламыз. Одан кейін бастауыш және жоғарғы сыныптың біреуін таңдауымыз қажет. Мен жоғарғы сыныптармен өткізетін болғандықтан жоғарғы сыныптар батырмасын басатын боламын. Одан қарай методичкамен презентация бар. Мен бұның ішінде презентация бағытын таңдаймын. Яғни оқушы қалай жұмыс жасау керектігі туралы арнайы презентацияда көрсетіліп тұр. Бұл негізінен жасанды интеллектке арналған презентация. Өздеріңіз көріп отырғандай оқушылар қазіргі таңда жасанды интеллекті өте жоғары деңгейде дамыған. Қараймыз. Презентацияны ашқаннан кейін төмен қарай түсіп 14-ші бетке барамызда сайт деген батырманы бір рет басқан кезде бізге жұмыс алаңы пайда болады. Осы жұмыс алаңында берілген тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бірінші үстінде сұрақты оқимыз. Сұрақты оққаннан кейін тапсырманы мына блоктарды алу арқылы жұмыс алаңында бар. 100 дегенге бар, 100-дің үстіне бар. Енді осы жерден 150 қылып өзгерте аласың соны. Кетір, дұрыс, 150. Енді запуске бер. Ранды бас.